тағы да сіздердің жүректеріңізге жол тартады деген ниетпен кем болсаң, кем болмайсың деп аталатын қойылымды тарту дейін қабыл алыңыздар. Алло, қалайсыңдар? Жұмыс істеватсыңдар ма? Жұмыс істеңдер. Сендер өткенде ғана Европадан жіберген тауардың бәрін дұрыс санамапсыңдар ма? Сен қоймаға ешкімді кіргізбеңдер. Адамдың шыбын кірмесін ол жерге. Ол менің жүрегім ол. Содан кейін кім айтқанын білмеймін, біреу бүйтіп айтты. Деген. Біреудің аманатына қиянат жасама деген. Сендер мен аманатына қиянат жасамаңдар. Жаман болып кетесіңдер. Түсіндіңдер ме? Содан кейін кеше ғана бүгін кешкі сағат 7-де Ресейден вагонмен тауарлар келеді. Соны біртінде санап кіресіңдер. Түсіндіңдер ме? Қазір мен өзім жип алуға бара жатырмын. Жип аламын. Бұрынғы жиімді ұлыма бердім. Енді әкесі жип мінгеннен кейін ұлы жесін де жипін деп күлақпай жатсаң түк те болмай қалады. Түсіндің ме? Сен кешкісін маған келіп есеп бер. Қойманы сақтаңдар. Кел қабылдас. Есеп тұрсың да. Есігің ашық екен, рұқсат кіріп кеттім, бірақ мен рұқсат сұрадым. Немене ашық жердің бәріне кіре бересіз ба? Жоқ, кешір. Бүгін мен қалда дейін емес. Білем. Уақытын алмаңыз мені. Қарасайшы, қаншама тірлік, қаншама халық күтіп отыр мені. Уақытын самас келемін. Мен көп уақытыңды алмаймын. Арсам тайғанда уақытыңды аламай қалай тыңдашы. Айтыңызшы, не? Айтайыншы. Мен осыдан 3 жыл бұрын менің өмірлік жолдасым дүниеден өтіп еді. 5 балам бар. Құдайға шүкір, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей өмір сүріп жатқан жайым бар еді. Бірақ сол балаларымның ең кенжесі қатты науқастанып қалып еді. Дәрігерлерге қаратсам, нәтижесі жаман шықты. Ұлым сал ауруына шалдығып қалыпты. Соған дәрігерлер дәрі-дәрмек жазып берген. Бірақ ол бізде жоқ екен. Оны тек Европадан ғана алдырады екенбіз. Оған қаражатым жетпей тұр. Соған мына ел жұрттың бәрі сізді иманды, жомарт кісі деген соң келіп едім. Айналайын қарағым, мен қайтарып берем. Бірінші Алладан, содан кейін сенен көмек сұрап келдім, шырағым. Аллама көмек. Естідім жағдайыңызды. Жүрегім қатты ауырып тұр. Бірақ менде ақша жоқ қой. Ол ақша кімде бар айтыңызшы. Мына жұрттың бәрі тентіреп ақша іздеп жүр. Бірақ сіз уайымдамаңыз. Мен сізге көмектесемін. Көмектесемін. Келесі жылы мақтадан жақсы түсінсек. Келесі. Құдайым оған мен естеймін ба? Оған дейін сабыр етесіз. Жарайды, қазір мен уақытым жоқ, мен жеңізбен кірлігім ғой. Ассалаумағалейкум. Ол тесе созылмай кет. Мен таңыңыз ба? Жомарт ағамның інісі болам ғой. Сізге жібермеді. Елейді. Біздің бизнесімізге сол қаражат жағынан көмектесе ме деген ниетпен өзіңізді бір ауыз айтқан екенсіз алдым. Сол ақшаны алып кетсем ба деп келемін сізге. Ақша керек деп отыр ма? Ақша керек болып тұр. Сен айтып бар. Ақша келген адам өзгесін. Түсіндің ба? Сен кімсің ақша сұрайтын? Өзі шұғылар дейсің, түсіндің ба? Ақша сұрамайды. Өзіне айт өзгесін. Да. Алло. Яқтар қоймаға. Мұндақтан қоймаға? Әпкесі, мұнда не арып жүрсіз? Мақам. Сіз мен танымадыңыз ба? Арман ғой мен, Арман. Арман, айнал, аман мısın? Аман сен бұл жерде не шамамен жүрсіз? Құдай, қайбір жетіскеннен жүр дейсің. Анау үніңнің ауру екенін білесің ғой. Соның ауруы асқынып барады. Көз алдыңда сөніп барады, Арман. Соған мына кісіден қаражат сұрап келсем, ол жоқ дейді. Енді осы кісіден сұрағанша бізден сұрамайсыз ба сол көмекті? Біз бармыз ғой. Қашанғы сұрай берейін сендерден. Жығылған үстіне жұдырып қашанғы бола берейін. Арман, сен елдің адамысың ғой. Айтшы, кімден барып сұрасам болады? Мен ақшасын қайтарам, иә? Қазір. Әпке, айтқандай менің бір ағам бар еді, Жомарт деген. Өзі Жомарт десе жомарт кісі. Өте иманды. Мен өзі кеп қалды осы кісіден. Арман, қалайсың? Айтшы. Шүкір аман-есен, қалайсың? Арман, мына мен білесің ана шаруалардан келіп жатырмын. Не қылдың? Бардың ба жұмысшаға? Әлгі кісіге ма? Оған барып жоқтым ол кісі. Бірақ
ол кісі ақша керек адам өзі келсін деп жіберді. Өзі келсін дейді. Ой, бұл ыңғайсыз болып қалды. Мына енді арман мақұл, ол кісімен өзім сөйлесем, мына біздің бизнес жоспар жүріп жатыр, жаман емес. Енді мына тағы бір орталық ашу керек болады. Мына өсім, өнім, дақылдарын күшейтейік деп жатырмыз. Мына жер алдырсақ деп отырмыз енді. Соған шамалы қолдың келтірілігі болып тұр. Сен барып соны әкімшілік жақтан пайызсыз несие жолдап жатыр екен, осы біз сияқты азаматтарға. Соны барып сұрастыр, мен тағы да мына жақта бір-екі ағалармен хабар. Иә, әрине ол жайында азыр хабар бар. Онда мен сол шаруаны бітіріп келе берейін, иә? Жақсы сәттілік бауырым. Аға, мұнда бұл менің әпкем еді. Сізде бір бұйымтайы бар екен, өзіңіз сөйлесіп көрсеңіз, иә? Амансың ба қарағым? Амансың. Менің есімім Хадиша. 5 баланың анасымын. Өмірдің жолдасым дүниелі болып кеткен. Сол балаларының пенжесі қатты науқастан бері. Соған қаражат сұрап келдім шырағым. Сен сияқты жомарт кісілердің қалдан азаматтардың талайына бардым. Бірақ ешқайсынан көмек болмады. Шырағым, ең соңғы үмітім сенде. Мен кеудемде жаным болса, қайтарам, иә, бауыр етім баламды қалай өлімге қияйын, айтшы. Не істе десең, аяғыңа жығылайын. Ең соңғы үмітім сенде қалды, шырағым. Маған көмектесші. иә, не істе десең. Не істесем екен? Бос уәде беріп, көңіліне жұбаныш боларлық екі ауыз сөзбенен шығарып салсам екен. Олай жасасам, баланың жарығының сөйлеуіне себепкер болып қалмаймын ба? Әлде қолдағы бар қаржыны беріп, бір Аллаға тәуекел етсем екен. Атам қазақ тәуекел түбі жел қайық демеймен. Пайғамбарымыз да тәуекел етуші мөминдерді Аллахы тағала сүйеді деген. Сүйіншісі тағы бар деген емес пе? Онда жұмысым не болмақ? Өзіңе ғана тәуекел еттім. Кем болсам, Тәңірім кем болмайды демеймін. Тәуекел. Мен сізге көмектесейін. Көмектесесің. Мен сізге көмектесейін. Иә, мен қайтарам айналайыншы. Жоқ, әпке, сізге мен қарыз ретінде емес, Алла разылығы үшін зекет ретінде беріп жатырмын. Иә, айналайын. Рахмет саған. Иә, менің ұлым сен сияқты азамат болсын. Рахмет. Алла екі дүние бақытын берсін. Мен жоқ қайтарам. Мен пол жойын. Сау болыңыз. Мына сізден ақша сұрап жүр ма? Жоқ, кетіп бара жатырмын. Бетінде жүр болсын қойды. Жақсы болғаны дейсіз бе? Шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Аман. Мына жаңа сізге балдар жіберген қаржыны өзге басын деген сөз бір ыңғайсыз болып қалды қасыңызда да. Ол айтқан жоқ қой. Сіз ол адам жұмыстан шығарып жіберіңіз. Не дегенсіз ол? Екі ағыстың арасында әңгіме тасып өйтіп айтып жұмыстан шығарып жіберіңіз оны. Мен айтқан жоқпын. Не істеймін оны айтып? Сіз ақша етіп беремін. Керекті өзім аламын. Ұят па онда яғни? Адамның сөз. Енді мына сәке өзіңіз білесіз, бизнес жоспар ашып жатыр. Мына бөтен адам емес, көз көрісіп жүрген таныс азаматтың бірісіз. Енді мына қаржыдан жаңа қолымыз қысқалық болып тұр. Сол жағынан көмектессеңіз деп жатырмын. Сіз өзіңізге ақша бар еді? Менде ақша бар еді, жаңа көрдіңіз, жесір әйел баласы қатты науқастанып, Алла разылығы үшін енді зекет ретінде ақшаны тартып өткен еді. Ой, сіз мына кісі ақшаны бере салдыңыз ба? Сіз қай адамсыз, сонда кім көрген сұрақ берген адам бәріне жылаған бір ақша бере бересіз ба? Кешіріңіз, жәке, мен сізбен олай серіктес бола алмаймын. Бұл деген бизнес. Қалай сіз қызыз? Өзіңіздің қолыңыздан ақша біреуге бере саласыз. Кім айтқанын білмеймін, бірақ біреу бүйтіп айтқан. Деген. Бірінші байрақтың өзіне жарат деген. Екінші ата-анаға бересің демесең өзің біл деген. Үшінші бары солардан қалса өзің жарат деген. Ал сіздікі не ол? Кім көрген сұрақ болғанда бере саласыз. Кешіріңіз, біз олай бизнес жасай алмаймыз. Жәке, ренжімеңіз. Мен бере алмаймын. Ренжімеңіз маған. Алло. Арман. Сүйінші дейді. Бауырым сүйіншісіне садаға кетсін. Жарайсың. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір бауырым. Аллахтың қалауы ғой. Жарайсың, Арман. Жақсы, сен онда кешкі офис жағы өт, сол жақты жолым сөйлесеміз. Сау бол. Аллаға шүкір. Алланың қалауы ғой. Міне, бір секет бергенем Алла егетіп маған хадия етіп жатыр. Мың шүкір Аллаға. Ал, сәке сізге рахмет. Алла разы болсын. Не болды?
Аңгімшілік жақтан бізге бюджет бөлініп жатқан еді, сол бөлініпті. Сіздің ақшаңызға рахмет, Алла разы болсын, амандықта жолығайық. Сау болыңыздар. Жақсы. Әкімшілік ақша емес, не ақшасы болды? Алло. А? Өрт шықты? Я сен естіп өрт шыққан десе, адамды шығарма, бірінші қоймада тауардан шығар. Жақында